Сәлеметсіздер ме достар? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін еңбек ақыны қалай 2 минутта есептеуге болатынын сіздерге көрсетемін. Ол үшін еңбек ақы бөлімінде сервис дегенді табамыз. Сервистің ішінде расчет регламентной заработной платы басамыз. Есептелуге тиісті айды таңдаймыз. Мысалы, наурыз ай 2022 жыл. Бөлімшені таңдаймыз. Бізде бұл жерде бірақ бөлімше, негізгі бөлімше. Келесі сол жағында құжаттарды белгілейміз. Және рассчитать дегенді басамыз. Рассчитать отмеченные подразделения. Бастық. Және автоматты түрде бұл жерде бізде 4 негізгі құжат есептелді. 4-ші құжат есептелген жоқ. Себебі бұл салықтық есеп бойынша. Келесі провести деп баса салайық. Себебі кейбір жағдайларда провести деген басуға тиісті. Және тексерейік. Отырды ма екен бұл журналға? Зарплата. Журнал документов по зарплате. Мінекей бізде 2 минут өтпей еңбек ақыны есептеп қойдық. Бірақ бұл әдіс тек қана бірақ жағдайда қолдануға болады. Егер барлық жұмысшылар толық бір ай жұмыс жасап, еңбек ақылары толық есептелінуге тиіс болатын жағдайда. Егер бір жұмысшы жұмыстан қалатын болса, онда бұл әдіс жарамайды. Бұл тек қана 100% барлық жұмысшылар жұмысқа қатысқан жағдайда ғана қолдануға болады. Яғни есептелген жалақы дұрыс есептелінді. 200, 200, 500, 500, 200, 200, 400, 400. Яғни 400 бұйрық бойынша есептелгені 400. Енді бізде міндетті түрде жеке табыс салығы, яғни бұл жерде жеке табыс салығы ұсталынды, зейнетақы қорының аударымдар ұсталынды және медициналық аударымдар ұсталынды. Әлеуметтік аударымдарды қараймыз. Барлығы әлеуметтік салық, әлеуметтік аударым, әлеуметтік салық және медициналық аударым 3% есептелінді. Келесі еңбек ақы бухгалтерлік проводкалары, яғни регламенттік есепте проводкалары көрсетілді. Сонымен өте ыңғайлы функция. Егер сіздерде барлық жұмысшылар тәртіпті болып, бір уақытта келе қалып, және ешқандай басқа міндетті ұстанымдардан басқа ешқандай басқа ұстанымдар болмаса, бұл әдіс өте керемет. Сонымен бүгінге осы. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.